Мен кеше кино көрдім, ағылшынша қалай айтылады? I watched a movie yesterday, әлде I watched a movie yesterday. Көп адам дәл осы жерде қате жібереді. Егер сіз past simple'ды дұрыс қолданбасаңыз, ағылшынша сөйлегенде уақыттарды шатастырып аласыз. Бірақ бүгінгі видеода мен сізге past simple'ды 10 минутта толық түсіндіремін. Сабақ соңында сіз өткен шақта еркін сөйлем құрай аласыз. Past simple деген не? Past simple өткен уақытта болған іс-әрекеттерді айту үшін қолданылады. Қарапайым тілмен айтқанда, кеше болған нәрселер. Мысалы, I watched TV yesterday. Мен кеше телевизор көрдім. She visited her friend. Ол досына барды. We played football. Біз футбол ойнадық. Past simple бізге өткен оқиғаларды айтуға көмектеседі. Past simple қалай жасалады? Болымды сөйлемдерде етістікке ed жалғауы жалғанып жасалады. Мысалы, I worked. Мен жұмыс жасадым. You worked. Сен жұмыс жасадың. He worked. Ол жұмыс жасады. Яғни work деген етістікке ed жалғанып жасалып тұр. Енді болымсыз сөйлем жасағанда біз көмекші етістікті қолданамыз. Past simple'дың көмекші етістігі did болып есептеледі және оған not сөзін қосып қолданамыз. Яғни did not екеуін қосқанда didn't болады. Мысалдар: I didn't work. Мен жұмыс жасамадым. You didn't work. Сен жұмыс жасамадың. He didn't work. Ол жұмыс жасамады. Ал енді сұрақ сөйлем жасағанда біз did көмекші етістігін сөйлемнің басына шығарамыз. Мысалы, did I work? Мен жұмыс жасадым ба? Did you work? Сен жұмыс жасадың ба? Did he work? Ол жұмыс жасады ма деп жасалады. Ал енді жауап бергенде біз иә деп жауап беретін болсақ, yes, I did деп жауап береміз. Yes, you did. Yes, he did жауап береміз. Ал енді жоқ деп жауап беретін болсақ, no, I didn't. No, you didn't. No, he didn't деп жауап береміз. Етістіктің екі түрі болады. Regular verbs, дұрыс етістіктер, irregular verbs, бұрыс етістіктер. Regular verbs дегеніміз ағылшын тіліндегі әртүрлі шақтарда жалғанатын етістіктерді айтамыз. Ал irregular verbs дегеніміз жалғанбайтын, түбегейлі өзгеріп кететін етістіктерді айтамыз. Мысалы, past simple'да етістікке ed жалғауы жалғанады. Ал енді етістік егер дауыссыз дыбысқа аяқталған болса, ed жалғауы жалғанып айтылады. Мысалы, asked, called, helped, needed, talked, watched деген сияқты. Ал енді егер етістік дауысты дыбыспен и әрпімен аяқталған болса, д жалғауы жалғанып айтылады. Мысалы, baked, died, hated, liked. Ал енді егер етістік y әрпімен аяқталған болса, онда i, д жалғауы жалғанады. Мысалы, cry деген етістікке cried болып ed жалғанады. Dry деген етістікке dried болып жалғау жалғанады. Ал енді irregular verbs түбегейлі өзгеріп кететін етістіктер, мысалы, buy сатып алу етістігі bought болып өзгереді. Past simple'да және басқа да шақтарда. Come келу етістігі came болып өзгереді. Drink ішу етістігі drank іштім болып өзгереді. Go бару етістігі went бардым болып түбегейлі өзгеріп кетеді. Past simple көбіне мына сөздермен келеді. Yesterday кеше, last night өткен түнде, last week өткен аптада, last year өткен жылы, 2 days ago 2 күн бұрын. Мысалы, I watched a movie yesterday. Мен кеше кино көрдім. She visited me last week. Ол маған өткен аптада келді. We traveled last year.
Біз өткен жылы саяхаттадық. Практика. Қазір бірге жаттығу жасайық. Қазақшадан ағылшыншаға аударыңыз. Қорытынды. Бүгін біз үйрендік past simple деген не? Өткен шақтағы іс-әрекеттерді айтқанда қолданамыз. Regular verbs. ed жалғауы жалғанатын етістіктер. Irregular verbs. ed жалғауы жалғанбайтын, түбірімен өзгеріп кететін етістіктер. Сұрақ жасау, яғни did көмекші етістігін сөйлемнің басына шығарамыз. Болымсыз сөйлем. Did көмекші етістігімен not сөзін қосып қолданамыз. Егер сіз ағылшын тілін нөлден бастап толық үйренгіңіз келсе, онда менің каналдағы келесі видеоларды міндетті түрде көріңіз.